саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 73-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы ілік септік. Балалар, 41-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді тыңда. Жер қыртысы тау жыныстарының қат-қабат қапталған аса ірі текше тастарынан тұрады. Жер қойнауындағы жайнап тұрған тау жыныстары баяу сырғып, төменгі қатпар жарықтарының жігіне құйылады. Соның салдарынан тас қабаттары қозғалады да бір-біріне соқтығысады. Сол жойқын қозғалыстардың себебінен жер астындағы қатты қабаттар қопарылады. Соның әсерінен жер сілкінеді. Қатты сілкіністен жер жарылады. Үйлер құлап, жердің астына түсіп кетеді. Жер сілкінісі жайында не істейтіндерің туралы диалог құраңдар дейді. Анар, сен жер сілкінгенде сыртқа шыға алмай қалсаң не істейсің? Үстелдің астына тығыламын. Ал сен не істейсің? Үйдің бұрышына тұрамын дейді. Мұны бұл қыз бен баланың, яғни бір-бірімен диалог құрған сөздері. Енді балалар 42-ші жаттығуға қараймыз. Бізге сөйлемдерге тыныс белгісін қойып көшіріп жаз дейді. Дәптерге әдемі көркем етіп, сөйлемдерді оқып шығып, қай жерде тыныс белгісі қойылған назар аударып, тыныс белгілерін қойып, әдемі көркем етіп көшіріп жазайық. Жанартаудың атқылаған орны шұңқыр болып қалады. Сөйлем аяқталып. Осы жерде нүкте қоямыз. Жаңа сөйлем. Кейде сондай шұңқырға жаңбырдың суы толып, көлге айналады. Кейде сондай шұңқырға жаңбырдың суы толып, яғни кідіріс жасадық, бұл жерде үтір. Көлге айналады. Сөйлем аяқталды. Міне балалар, осылай сөйлемді тыныс белгілерін дұрыс қойып, көшіріп жазамыз. Және де ілік септігіндегі сөздерді тап дейді. Ненің? Жанартаудың. Ненің суы? Жаңбырдың суы. Бұлар ілік септігіндегі сөздер. Астын бір сызықпен сызып қояйық. Және де дәптерімізге ұқыпты көркем етіп, көшіріп жазайық. Балалар, 43-ші жаттығуға қараймыз. Мұз жарылып, суға түсіп кеткен адамға қалай көмектесуге болады? Қасына баруға болмайды. Өзің де суға түсіп кетуі мүмкін. Осындай жағдайда дұрыс болатын әрекетті белгіле дейді. Бізге 5 әрекет берілген. Осыларды оқып шығып, ішіндегі дұрыс әрекетті белгілейік. Айқайлап үлкендерді көмекке шақыру. Сыртқы қалың киімді киіп, шаңғымен көмекке бару. Судағы адамға арқан немесе шаңғының таяғын лақтыру. Ештеңе істемеу. Кәне балалар, сендер де қалай ойлайсыңдар? Осы жағдайдың қайсысы дұрыс болатын әрекет деп ойлайсыңдар? Сендер де дұрыс тапқан шығар деп ойлаймын. Бұл жердегі дұрыс болатын әрекет айқайлап үлкендерді көмекке шақыру. 44-ші жаттығуға қараймыз балалар. Табиғаттағы қауіпті жағдайлар кезінде не істейтініңді ойланып айтып бер дейді. Табиғаттағы қауіпті жағдайлар кезінде алыс шықпау керек. Үнемі хабардар болуға тырысамын. Және де қауіпсіздік ережелерін сақтаймын. 45-ші жаттығуда жоғарыдағы мәтіннен зат есімдерді теріп жаз. Оларға ілік септігінің қосымшасын жалғап, әртүрлі жалғану себебін анықта дейді. Енді біз бұл жерде жердің, тастың, таудың, үйлердің, текшенің
деген сөздерді аламыз, балалар. Жаңа 41-ші жаттығудағы мәтіннен алып, осы зат есімдерді теріп жаздық. Және де ілік септіктерінің қосымшалары жалғанған. Жердің дің, тастың тың, таудың дың, үйлердің дің, текшенің дегеннен нің ілік септігінің қосымшалары жалғанған. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.